Ассалаумағалейкум. Бір төлек мола деген қорым бұл. Таздардың қорымы. Бұған дейін салдым неге әлеуметтік желіге. Енді бүгін тағы бір келіп қалып жатыр. Мынандай ерекше қой тастарымен, мынандай кесенелермен ерекше. Бұл кесенелердің тасы енді бұған дейін айттым ғой енді. Мынандай шаршы пішінде 4 бұрышты тастан салынған. Бұл орта ғасырлық тастар. Бұл орта ғасырлық кесене емес. Бұл жақын маңдағы орта ғасырлық бір керуен сарайдың бір елді мекеннің тастарынан көшіріп алып келіп, алынып әкеліп осы жерге салынған. Şimdi құлпытас бар мекен қарап отырғаным бұл. Қабырғасының қалыңдығы 1 метр екен. Әлі бірнеше жыл сақталады ғой. Таз жастабандар. Таз жастабан тайпасы. Құтал сияқты. Құтал баласы. Сағындық дейді опат. 4 жасында ма? 4 жасында 1873 жылда жаздырды баласы. Жоқ, 4 жас болмады онда. Жаздырды баласы Нұрбай дейді. Мына жерде 4 тұр. Тағы бір санды көрмей тұрмын. Опат. Жасында деген сөз. Қалай сонда? Баласы. Бір сан салмай кеткен ба? Мынау екінші құлпытас. Таз жастабан Кенжебай дейді. Кенжебай. Байсары екен ғой. Байсары бөлімі. Кенжебай немересі Әділбай дейді. Әділбай баласы. Әділбай баласы. Қайынбай. Әділбай баласы Қайынбай. Кенжебайдың немересі Әділбайдың баласы болып тұр ғой. Қайынбай опат 64 жасында. 1853 жылда. Астында таңбасы бар. Таңба мәселесін айтып кетейінші. Біздерде кейбір адамдар құлпытасқа қойылатын таңбаны қайтыс болғанда қойылатын белгі деп жүр. Қайтыс болды деген сияқты. Ол таңба емес деген сияқты әңгімелер айтылып жүр қазір соған кезде. Жоқ, қайтыс болғанда қойылатын, тірі кезінде қойылатын таңба болмайды, бәрі бір таңба. Оның дәлелі манағы кезіндегі қол қойылған архивтік құжаттарда да мысалы осындай таңбалар қойылған. Жалпы қойтас арт жағында адайлардың да руы бар, құлпытасы бар. Мынандай тастан қоршалған жерлік орындар да бар. Жазу жоқ. Таз руы Шарға дейді ғой. Шарға тайпасы Ақта. Мына жерде сы болса Ақтас болады. Бөлімі болу керек. Бөлімінің орын дейді. Орнұлы Байкөбін мырза дейді ғой. Орнұлы Байкөбін мырза. Так, опат 1000 қанша дейді? Мынау жасы болуы мүмкін 77 жасы болуы мүмкін.
тек или 1771 деме дейді, немесе қате кеткен болуы мүмкін. Так, таз руы, шарға тайпасы, ақырке дей ма бірдеме? Ақырке бөлімі, Құлкен Орынұлы, опат 21 жасында. Так, 1871 сияқты, 1871. Таз дейді. Таз Келдібай тайпасы, Жантай бөлімі, Берді баласы Байын. Байын ба, Байын мырза. Опат 54 жасында, 1861 немесе 91, 61 сияқты. Қылдырды баласы. Орын дей ма? Орынға келетін сияқты. Нұрлан ау деймін, Нұрланға ұқсайды. Нұрлан немесе Бұрлан. Мынаны сандықта істейді, сандыққа ұқсас. Арт жағым екен. Мыналарды қойтас дейді. Ана қойтас пен сандықтас арғысы. Мынау таз Бессары тайпасы, Берғұл баласы Шекі дейді. Опат 65 жасында, 1864. Так, Қылдырды дейді. Баласы Қабанбай. Қабанбай мына жерде мылтық, қылыш, артында үлкен кесене салған екен.